That's why Allah said in Surah Al-Baqarah, He said, "Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." Жек көрген нәрселердің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Және жақсы көрген нәрселердің сендерге жаман болуы мүмкін. Жігіт қызды көрсе, жігіт қызды көріп, арманым жоқ дейді. Бір жігітпен 1 сағаттық сапарда болдым. 1 сағаттық сапарда болдым. Шейх, менің үйленуім керек дейді. Көп жас жігіттер үйленуім керек, шейх, сіздің таныстарыңыз көп қой дейді. Мына бауырым жасы 29-да, бойы осындай, кім үйленгісі келеді деп қыздарға ұсынуымды қалайтындай. Бір байқағаным, жанағы бауырымның басындағы ойы қызық. Жарайды бауырым, үйленгің келсе айтшы. Онымен 20 минуттай сөйлескенімде байқағаным, ол өте әдемі қызға үйленгісі келеді екен. Сөйтіп оған былай дедім. Бауырым, өте әдемі қызды іздеп жүр екенсің дедім. Ол, иә, қыз өте әдемі болуы керек деді. Жақсы, егер 1-ден 10-ға дейінгі аралықта бағалайтын болсақ. 10 деген ең әдемісі, 1 дегеніміз түрі онша емес қыз болса. Осы 1-ден 10-ға дейінгі аралықтағы қай санға сәйкес қыз керек дедім. 9-ға бағаланатыны деді. 9-ға бағаланатыны ма? Саған өте әдемісі керек екен дедім. Бауырым, сен өзіңді айнадан көрдің бе? Бірақ оған олай айтпадым. Өзіңді бағанағы сандармен нешеге бағалар едің, дедім. 1-ден 10-ға дейін. Ол 4-ке деді. Сен өзіңді 4-ке бағаласаң. Бірақ 9-ға лайық қызды іздесен, не айтып тұрғаныңды түсініп отырсың ба, дедім. Иә, білемін, деді. Сенің әлі күнге дейін үйленбеуінің себебі де осы шығар. Ол 30-ға тақап қалған жігіт еді. 30-ға келіп қалған. Ойланып көріңізші, 9-ға лайық қыз 4-ке лайық жігітке қарайды ма? Оның 9-на лайық өте әдемі қыз. Ол өзін біледі. Өзге жігіттер оған қараса көздерін ала алмай қалатынын біледі. Сен енді соны қалаймын дейсің бе? Ол қыз 5-ке, 6-ға, 7-ге, 8-ге лайық жігіттердің ішінен сені таңдайды деп ойлайсың ба? Егер таңдаса, құбыжық пен сұлудың оқиғасындай болады. Қалай болғанда да бұл ойларымды оған айтпадым. Кейін оған, жақсы, маған мұнан айтшы. Оның 9-на лайық қыз, өте әдемі, сүйкімді, тіпті өзге әйелдер оған қызғанышпен қарайтын болса. Білесіздер ме, егер бір әйел өте әдемі болса, өзге әйелдер қызғанышпен қарайды. Мен мына әйелдің көлеңкесінде қалып қойдым деп ойлайды. Маған ешкім назар салмайды, деп ойлайды. Ол 10-ның 7-сіне лайық қыз болса, 10-ның 9-на лайық қызға қызғаныш білдіреді. Осындай да жағдай болады. 10-ның 9-на лайық қызды алайық. Оның бойынан нені қалар едің, дедім. Ол жоғары білімді болуы керек. Жақсы, кейін ағылшын жерінде туылған болуы керек. Жақсы. Бауырым, саған 1-ден жәннатқа барып үйлену керек, дедім. Бірақ оны айтардан алдын оған былай дедім. Осы айтқан нәрселер бойынан табылатын. 10-ның 9-на лайық сұлу сенің үйіне келіп, тамақ істеп, үйінді жинап, балаларға қарап, сен үйден кеткеннен бастап үйдің бүкіл жұмысын істеп, баланы мектепке, дәрігерге, медресеге апарып, бүкіл істі тындырады деп ойлайсың ба? 10-ның 9-на лайық сұлу осын істейді деп ойлайсың ба? Үйіне келгенде 9-ға лайық сұлу тырнақтарын бояп отырғанын көруін мүмкін. Дұрыстап ойлан, дедім. Менің әйелім, әлхамдулилля, оны 10-ның 6-сына бағалар едім. Әлхамдулилля. Мені тыңдап отырса, 10-ның 6-сына лайық дедің бе? Жақсы, 10-ның 7-сіне лайық. Шағымданбаймын. Өзімді ондай жоғары санмен бағаламас едім. Әлхамдулилля, мен бақыттымын. Менің әйелім бүкіл істі тындырады. Дәл қазір дәріс жүргізіп жатырмын. Басқа да көптеген жерлерге дәріс беруге барамын. Әлхамдулилля, еш нәрсеге алаңдамаймын. Бауырым, сыртқы келбетке алданып қалма. Пакистанға бар, өзі пакистандық еді. Пакистанға бар, сен 9-ға лайық қызды табасың. Беретін қалың малың көптеу болуы мүмкін, алайда оның бойынан іздеген сипаттарын табылады. Алла былай дейді.
عسى أن تحبوا شيئا. Сендер жақсы көрген нәрселерін сендерге жаман болуы мүмкін. Жанағы бауырыма айттым: бауырым, жан дүниенің сұлулығы сыртқы сұлулықтан әлде қайда маңызды. Оның 9-ына келбетіме лайық болған қызды іздегеннен гөрі, жан дүниесі оның 10-ына лайық қызды іздеуің керек. Жан дүниесі оның 10-ына лайық қызды тапсан, жүрегі жұмсақ, оның 10-ына лайық жанды тапсан, бірақ келбеті оның 6-сына, 5-іне лайық болса да, сол қызға үйлен. Сол жігітке тұрмысқа шығыңдар. Қыздарға айтып отырмын. Неге? Себебі Расулулла саллаллаху алейхи вассалам ер адам әйелге 4 нәрсесі себепті үйленеді деді. Діні барын таңдаңдар деді. Дін қайда? Дін дегеніміз мұнда, бауырлар.